билердің есімдерін жаңғырту аясында өскелең ұрпақтың сана сезіміне жеткізуге бағытталған Ақмола облыстық сотының бастамасымен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сол іс-шаралардың бір ғана көрінісі ретінде қазақ даласында сот төрелігін дәстүрлі түрде билер соты атқарғандығы туралы атап кетуге болады. Биге қойған талаптардың жүгін мүлтіксіз орындап, халықтың ерекше ықыласына бөленген, елі үшін аянбай еңбек еткен қасиетті дуалы сөзі би шешен бабаларымыз Ақмола өңірінде де аз болмаған. Абылай ханның атақты билердің бірегейі, өзінің дарындылығымен ерекшеленген Әлдебек би Сатайұлы болған. Ол 1705 жылы шамасында Ақмола облысы өңірінде дүниеге келіп, 1800 жылы Омбы облысы Тавричан ауданы Байтұяқ деген ауылда қайтып, онда жерленген. Өмірінде Әлдебек би айтты деген өткір, кесімді шешімді шешен сөздер өз кезінде хатқа түспесе де, халық жадында кең тараған кейбір нұсқалар ғана бізге ауызша жеткен. Сол заманның билерінің турашылдығына байланысты мына бір тарихи оқиғаны айта кетсем деймін. Абылай хан жасы 60-тан асқанда үлкен ұлы Уәли мен өзінің қалмақ әйелден туған баласы Қасым төре екеуінің бірін өзінің орнына хан сайламақ болып, өңірдің би болыс ақсақалдарын ордасына шақыртыпты. Қасым төре тәкаппар, қатал мінезді адам екен. Жасы әкесімен қатар Әлдебектің көзі қыли, аяғы ақсақтығын кемітіп былай деген: ауыздыға сөз бермей, аттылыға жол бермей отырған мына бір соқыр кім еді депті. Сонда Әлдебек би тапқырлық пен даналықтың үлгісін көрсетіп былай деп жауап берген: менің атым Әлдебек, айтар сөзім әлі де көп. Жан жағыңа қарашы, хан бір адам, қара көп. Хан сайласақ Қасым-ау, орта жүздің ішінде сендей кісі көп. Хан сайла деп Қасымды атаң Абылай шақырды. Болмай жатып басындың, хан болып елді ұстай ма осындай долы ашулы. Осылайша Әлдебек би хан болатын тұлға үшін елдің қамын ойлайтын парасатты, ұстамды болу қажет екені туралы жиналған қауымға ой салған. Өзге би шешендер, батырлар Әлдебек биді қуаттап, Қасымды хандыққа сайламай, Абылай ханның үлкен ұлы Уәлиді сайлағаны ел аузында. Бүгінгі күні Әлдебек би бабамыздың атын жаңғырту үшін Ақкөл қаласының басты көшелерінің бірін Әлдебек бидің атына беру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал енді келесі кезекті билердің есімін жаңғырту аясындағы эстафетаны Степногорск қалалық сотына беріледі.